Кешкі ас дайындаймыз. Көкөністерімізді тазалап, жуып, видеодағыдай картошкамызды турап, ішіне су құйып, жайып та қайнатамыз. Пюре жасаймыз, жақсылап езіп, тұз бұрышымызды салып, мен оливковый масло пайдаландым. Сіздер сливочный масло пайдалансаңыздар болады. Осылай пюремізді дайындап қоямыз. Енді котлетамызға кірісеміз. Пиязымызды турап, фаршымызға салып, тұз бұрышымызды салып, қолымызбен жақсылап езіп, барлығын араластырып дайындаймыз. Қолымызды сулап алып, котлетаның формасын жасап, котлеталарымызды дайындап қоямыз. Енді начинкасына кірісеміз, подливасына. Пиязымызды турап, сәбізімізді ұзын-ұзын етіп өткіштен өткізіп, қызып тұрған тападағы майымызға пиязымызды алдымен қуырып аламыз. Сонан соң сәбізімізді қызартып қуырып, тұзымызды салып, томатымызды салып, жақсылап қуырып, жай отта қайнатып қоямыз. Бөлек ыдысқа мұздай суға бір қасық ұнымызды салып, жақсылап араластырып, подливамызға құйып жібереміз. Оны да қайнатамыз. Қайнап шыққан соң, жаңағы дайындаған котлеталарымызды ішіне бір-бірлеп жайғастырып шығамыз. Жай отта 35-40 минутта дайын болады. Піскен котлетамызды, пюремізді тарелкамызға әдемілеп орналастырып, дастарханға ұсыныңыздар. Барлығының көңілінен шығатын кешкі ас болсын. Каналға жазылып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.